Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Біздің YouTube қазақ тілді арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздерге ағылшын премьер лигасының 4-ші тур ойындарына толық қорытындысын ұсынатын боламыз. Бұл тур жанкүйерлерге күтпеген нәтижелер, соңғы минуттағы драма және үлкен сенсациялар сыйлады. Басты деген матчтарды сөз етеміз. Олай болса, бастайық. 4-ші турдың жалпы басты матчтардың бірі бұл фаворит Ливерпуль және Бернли арасындағы матч. Есеп 1-0 Ливерпульдің жеңісімен аяқталды. Ливерпуль соңғы секундта Салахтың 95-ші минуттағы пенальти арқылы жеңіске жетті. Бернли қорғаныста табандылық танытып ойнады. Ливерпуль қанша шабуылдаса да есеппен жеңілуіне жол бермеді. Бернли 84-ші минутта екінші сары қағаз карточкасын алып, алаңнан босатылып, 10 ойыншымен қалған болатын. Бірақ Бернли жақсы ойнады. Ливерпульге төтеп беріп, 1-0 есебімен Энфилдта жеңілді. Келесі матч бізде Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед 3-0. Манчестер Ситидің жеңісімен аяқталды. Жалпы Ситидің сапынан Фил Фоден ашқан есепті, кейін Холланд 2 гол соғып еселеді. Сити үстемдік танытып, қорғаныс жағынан Манчестер Юнайтедке салыстырмалы түрде мүмкіндік берген жоқ. Жалпы Сити өзінің бұрынғы Пеп Гвардиоланың мықты машинасына әлі өзінің қауқарына жете алған жоқ, жайлап соған сол жолға түсуде. Ал Манчестер Юнайтедті айтатын болсақ, алдағы уақытта жаттықтырушылары Амориннің бұл клубқа көптеген өзгерістер керек екенін, көптеген тактикаларды өзгерту керек екенін барлық жанкүйерлер оған көзайым болуда. Келесі ойын бізде Арсенал мен Ноттингем Форест арасындағы ойын 3-0 есебімен аяқталды. Әрине бұл Арсеналдың жеңісінің фаворит. Мартин Зубименди 2 гол соқты, Виктор Гёкереш те қосымша гол салды. Жалпы Форест командасы жаңа бапкер ауысқанымен әлі ойын тактикасын толық құралмаған секілді. Арсеналдың терең резервтері мен шабуылда әріптестігі жақсы пайдалана білді. Жалпы Арсенал өзінің фавориттік бұл маусымда фаворит екенін анық білдіруде. Өткен маусымда жақсы ойнаған Ноттингем Форесттің бұл жағдайы өте қиындап бара жатыр. Жалпы топ 8-ке, 7-ке таласады деп сенеміз Ноттингем Форестті. Ньюкасл Юнайтед пен Вулверхэмптон арасында жаңа трансфер Ник Вольтемаде алғаш рет гол соғып жеңісті қамтамасыз етті. Жалпы Ньюкасл Вулверхэмптонды 1-0 есебімен жеңді. Ньюкасл шабуылында әлі де қауіпті төмен көрінуі мүмкін, бірақ қорғанысы мығым. Таза қарсыластарға мүмкіндік бермей жақсы қорғана білді. Жалпы Ньюкасл білесіздер, өздерінің жақсы деген, мықты деген 9-дық орталық шабуылшысы Александр Исак кеткеннен кейін Ливерпульге сәл әлсірегендей шабуылы баяулап қалған секілді. Эвертон Астон Вилла арасындағы матч 0-0 есебімен аяқталды. Жалпы бұл матчтың тең аяқталуы екі команданың деңгейлес болуымен пара-пар болып келеді. Жалпы бұл екі команда трансферлік терезеде үлкен ондай ауқымды трансфер жасамады. Құрамаларын ондай қатты мығым қылып шабуылдан күшейте алмады. Сол себепті бұл командалардың көрсеткіші екеуінің де деңгейлес команда болып саналады. Жалпы статистика жағдайына қарайтын болсақ, гол салушылардың тізіміне қарасақ, бомбардирлер тізімінде қазір 4-ші турдан кейінгі Эрлинг Холланд 5 гол салу арқылы көшбасшыға шықты. Антуан Симеон мен Виктор Гёкереш әрқайсысы 3-ге жеткізіп, 2-ші орынды таласып тұр. Жалпы статистикаларды салыстыратын болсақ, Джек Грилиш 4 паспен алдағы уақытта алда келеді. Жалпы Ньюкасл, Кристал Пэлас секілді командалардың қорғанысы мықты, көрсеткіштер жақсы көрсетуде. Кестедегі ахуалды баяндайтын болсақ, Ливерпуль толық ұпаймен көш бастап тұр. Толық ұпай 4 ойын, 12 ұпай. Оның артын ізін қуған Арсеналды жеңіспен жүріп, жақсы көрсеткішке ие болуда. Ал Манчестер Юнайтедтің наразылық тудырып, қорғау жағынан әлсіз, қорғаныс жағынан әлсіз көрсетуде.
Жалпы, соңғы минуттағы голдар жағынан Ливерпуль сияқты команданың матч соңында табандылық танытып, жанкүйерлерге эмоциялық жеңістер сыйлап жатқаны баршамызға мәлім. Жалпы, Ольтемада Ньюкасл үшін маңызды гол соқты. Арсеналда жарақатқа қарамастан резерв құрамынан күші байқалып тұр. Жалпы, Манчестер Юнайтедтің қорғаныстың әлсіздігі, Бернлидің қорғаныста табандылығы, Астон Вилланың шабуылдағы қиындықтары туралы осы 4-ші тур біздерге өзінің қызық сәттерін көрсетуде. Жалпы, АПЛ матчтарына алдағы уақытта болжам жасайтын болса, кішігірім Ливерпуль және Манчестер Сити чемпиондық бәсекелеске негізгі фавориттер болып саналады. Шабуылдары олардың және қорғаныс үйлесімділігі жақсартса, қиындықсыз жүруі мүмкін. Ал Арсенал жарақаттарға қарамастан жақсы нәтиже көрсетуде, форманы сақтасақ, жоғарғы орынға шыға алады деп сенеміз. Манчестер Юнайтед топ 6-лыққа кіретін командалардың бірі еді, бірақ өткен маусымда өте әлсіз, тактикамен қорғауды түзетпесе, жанкүйерлердің күткені мен нәтижесі сәйкес келмеуі мүмкін. Жалпы турдағы АПЛ-дың 4-ші тур бізге үлкен эмоция сыйлады. Соңғы минуттағы пенальтилер, қала дербиіндегі шоу және күтпеген тең нәтижелер. Сіз үшін ең қызықты ойын қайсы болды? Пікір қалдырыңыздар. Егер арнамызға алғаш рет кіріп отырған болсаңыздар, жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі турда кездескенше, футбол сүйер қауым, сау болыңыздар.